Шығыс Қазақстан түрлі халық пен діндердің тағдыры тоғысқан өңір. Мұнда 100-ден астам этнос пен 11 конфессия тату-тәтті өмір сүруде. Мәдени және діни әруандылыққа қарамастан, мұнда бейбіт өмір сүрудің бірегей үлгісі қалыптасқан. Бүгінде әртүрлі конфессияның өкілдері ұлттық болмысын сақтап қана қоймай, әлеуметтік жобаларға бірлесе қатысып, маңызды қоғамдық тақырыптарды талқылайды. Ал ең бастысы, жастарды құрмет пен диалогқа тәрбиелейді. Казахстан выбрал очень так удачный путь, то есть это светскость. Зайырлылық Қазақстан таңдаған өте сәтті жол. Тарихқа көз жүгіртсек, Шығыс Қазақстан облысына түрлі ұлт өкілдері қоныс аударған, және олар тиісінше өз дінімен келген. Бүгінде біз конфессияаралық диалогтың үлгісін көріп отырмыз. Яғни барлығы келісім мен татулықта өмір сүріп жатыр. Шығыс Қазақстан облысы аумағында 11 конфессия бар. Олардың 69-ы ислам өкілдері, 28-29% христиан дінін, ал қалғандар басқа діндерді ұстанады. И остальные проценты другие религии. Бүгінгі таңда Шығыс Қазақстанда 147 діни нысан жұмыс істейді. Олардың басым бөлігі мешіттер. Бүгінде мешіттер тек құлшылық ететін орын ғана емес, ғылыммен тығыз байланыстағы орталыққа айналды. Кейбір ғибадатханалар жанынан тарихи маңызды экспонаттарды сақтайтын мұражайлар ашылып жатыр. Жаңа айтып кеткендей, Абай атамыздың рухани мұрасы ол ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатыр ғой. Айтқанда, қара сөздерінің өзінде әлі күнге дейін маңызы ешқашан таусылған емес. Бұның өзін Абайдың қара сөздерін алып оқитын болсақ, ниеті жақсы адамдар осы Абайдың қара сөзін өте үлкен өздеріне тәлім тәрбие алады. Қазіргі уақытта жастарды тәрбиелеуде осы қара сөздің маңызы өте жоғары. Сондай-ақ мешіттер конфессияаралық шекаралар жойылатын дінаралық диалог алаңына айналды. Ислам мерекелерінде мұнда 15 мыңнан астам адам жиналады. Олардың қатарында өзге дін өкілдері де бар. Мұндай көпшілік жиындар төзімділік пен өзара құрметтің жарқын үлгісіне айналды. Толеранттылық бұл дінімізде бар дүние. Жаңа айтып кеткендей, пайғамбарымыз Мәдина қаласына көшіп барған кезде өзге дін өкілдеріне пайғамбарымыз қатты құрметпен қараған. Бұл қазірде де бар дүние. Мысалы, жалпы Шығыс Қазақстан облысында осы Халифа Алтай мешітінде этносаралық, дінаралық қарым-қатынасты жақсы жолға қойылған. Әр облыста, әр өңірде өзге дін өкілдерімен жақсы тығыз қарым-қатынас орнатылған, достық қарым-қатынас орнатылған. Қандай да болсын біз шараларда, біз бас қосып, ортақ бір мәселелерде әрине біз ешқашан жоқ деп айтпаймыз. Барымыз біргеміз. Одан кейін жаңағыдай құрбан айттар да келіп жатады. Басқа да шараларда біз бір дастархан басында шақырып, жалпы адамзатты дұрыс жолға қою жағында біз қандай рухани әңгіме сұхбаттар болып жүріп тұрады. Православтық қауым өңірдің рухани өмірінде маңызды орынға ие. Ол 25 махалланы қамтиды. Соңғы 5 жыл ішінде мұнда қасиетті Троицкий шіркеуі қалпына келтіріліп, 10-нан астам шағын шіркеуге діни рәсім жасалды. Қасиетті Покровский ғибадатханасының қабырғаларында 19 ғасырдың ортасында Афон тауындағы қасиетті Пантелеймон орыс ғибадатханасының монахы жасаған киелі икона ерекше қасиетті зат ретінде сақталған. 1,5 ғасырдан астам уақыт бойы діндарлар иконаға дұға етуге келіп, рухани жұбаныш пен қолдау тауып жүр. Пресвятая Богородица является покровителей семейных. Әулие Мәриям отбасылық қатынастардың қамқоршысы. Оған туған туыстары мен жақындарының амандығы үшін кез келген адам дұға ете алады. Кез келген жан келіп дұға етіп, немесе жай ғана осы бейнеге қарап, ертедегі православтық дәстүрлермен рухани байланыс орната алады. Пресвятая Богородица, помогай нам. Цифрландыру дәуірінде өңірдің діни ұйымдары діндарлармен қарым-қатынас үлгілерін белсенді дамытып жатыр. Әлеуметтік желілерде облыстың 10-нан астам діни қауымдастығы жұмыс істейді.
Мы используем очень современные технологии. Біз заманауи технологияларды пайдаланамыз. Сонымен қатар әлеуметтік желілерді де қолдануға тырысамыз. Инстаграм және Телеграм каналдарымыз бар. Интернет арқылы сенім туралы әңгімелерді түрлі шаралар мен мерекелерге шақыртуларды жіберуге тырысамыз. Бұл сенушілер үшін өте маңызды кездесулер. Очень важные события для верующих. Өңірдегі католик қауымы шағын болса да рухани дәстүрлерді белсенді қолдайды. Облыста бір махалла жұмыс істейді. Онда 5 діни қызметкер қызмет етеді. Өскемендегі жексенбілік мессаларға 30-дан 50 адамға дейін жиналады. Жалпы тіркелген келушілер саны 150-ге жетеді. Шіркеу қайырымдылық шараларын өткізгенімен, оның қызметінің жартысынан көбі рухани тәлім-тәрбиеге арналады. Христиане, значит, как раз там объединяет нас вера Иисуса Христа. Христиандарды, яғни бізді Иса пайғамбарға деген сенім біріктіреді. Сондай-ақ басқа діндер де бар, бірақ бізді дәл осы жақсылыққа ұмтылу, жақсы істер жасауға деген ниет біріктіреді. Адамдар көмек сұрап келеді. Әрине біз көмектесеміз, бірақ ең басты көмегіміз рухани қолдау. Өйткені материалдық қолдау үшін түрлі ұйымдар бар, ал рухани көмек үшін шіркеу жұмыс істейді. Для духовной помощи как раз есть церковь здесь. Өңірде 10 жылдан астам уақыт бойы ерекше тәжірибе қолданылып келеді. Ол ашық есіктер күні. Дін өкілдері мешіттерде, шіркеулерде және басқа да діни мекемелерде бірлескен кездесулер өткізеді. Мы собираемся все ведущие. Біз барлық жетекші пасторлар мен имамдарды жинап, белгілі бір күні родник кездесуін ұйымдастырамыз. Мұнда қонақтар шақырылады, дастархан жайылады, экскурсия өтеді, әңгімелесеміз. Біз бір-бірімізді жақсырақ танимыз, жақсы достық қарым-қатынас орнатамыз. Бірде бізді Астанада жинаған христиандардың Рождество мейрамында имам маған үлкен гүл себетін жіберді. Оның бірінші көмекшісі салтанатты түрде алып келіп тапсырды. Бұл оқиға тарихи факт ретінде жазылып қалды. Міне осындай жақын қарым-қатынастамыз. Исторический факт, вот какие у нас близкие отношения. Мұндай кездесулерден бөлек 2013 жылдан бастап өңірде діни қызметкерлер ортасы жұмыс істейді. Онда жетекшілер өзекті мәселелерді талқылап қана қоймай, бірлескен қайырымдылық шаралары да ұйымдастырылады. Олар тұрақты түрде көмек орталықтарына барып, балалар үйлеріне қажетті заттар мен құрал жабдықтармен көмек көрсетеді. Существует клуб руководителей религиозных объединений. Діни бірлестіктер жетекшілердің ортасы бар. Мысалы, терроризмге қарсы іс-қимыл тақырыбында дөңгелек үстелдер өткізіледі. Және бұл іс-шаралар шын мәнінде өте маңызды. Себебі ұстаным бойынша айырмашылықтар болса да, диалогтың болуы өте маңызды. Бұл жиын орта деп аталады. Егер бейресми қарым-қатынас, пікір алмасу және бастысы бір-бірін тыңдай алу мүмкіндігі болса, бұл өте құнды. Бір іс-шараның алдында Шығыс Қазақстанның бұрынғы бас имамы Ермек Қажымен шай ішіп отырып, ислам және иудаизмнің негіздері туралы қызықты, жылы әрі есте қаларлық сұхбат құрғанымыз әлі есінде. Это была и интересная, и теплая, и, в общем-то, запомнившаяся беседа. Өзара құрметтің қалыптасуындағы ең маңызды фактор отбасы тәрбиесі. Бала өзінің сезімдері мен басқа адамдардың эмоцияларын түсінуі, адамдар арасындағы айырмашылықтарды құрметтеуді отбасында үйрене бастайды. Дальнейшее формирование толерантности, первая стадия – это семья, вторая стадия – это все социальные институты, с которыми ребенок встречается. Толеранттылықты қалыптастырудың келесі кезеңдері. Алғашқы кезең отбасы, ал екінші кезең баланы қоршаған барлық әлеуметтік институттар. Бұл балабақша, мектеп. Мұнда да өзгеге төзімді, сыйластықпен қараудың негіздері қаланады. Ұжымдағы психологиялық ахуалға ерекше назар аудару өте маңызды. Балабақша мен мектеп ұжымдары дәл осы ортада өзгеге құрметпен қараудың негіздері. Басқа адаммен өзара әрекеттесу секілді басты әлеуметтік дағдылар қалыптасады. Социальные навыки взаимодействия с другим человеком. Барлық конфессия өкілдері бір пікірде. Адамның сеніміне қарамай, оларды өзара біріктіретін дәстүрлі құндылықтарды үйрету қажет.